Шектінің кішісі бұл алты әлім, ұрпағы өсіп өнген елге мәлім. Жаман ақлаға баты шекті болған, үлкен ағайынның алты әлім. Көп болып шегірт кедей шек тұрпағы, таралған жер жүзінде тұқымдары. Бабалар өмірінің жалғасы бар, бір болған ауыздары алты әлім. Шектінің шөбересі кішкенеден алтыр ұрпағымен таралады. Бұл күнде жеті атадан асып кеткен, құда мен құдағы да бола алады. Шектінің шөбересі кішкенеден алтыр ұрпағымен таралады. Бұл күнде жеті атадан асып кеткен, құда мен құдағы да бола алады. Бірлік ойлап басыңды қос, ағайын тату болса жөн болады. Бабаңды ұлықтаудың жөні бөлек, көңілге дұрыс айтқан сөз қонады. Бабаның ұрпағына көңілі толмай, ағайын ісі оңға баса алмайды. Ал ауыз болған ұрпақ жөнге келмей, бабаны ұлықтауың жөн болмайды. Шектінің шөбересі кішкенеден алтыр ұрпағымен таралады. Бұл күнде жеті атадан асып кеткен, құда мен құдағы да бола алады. Шектінің шөбересі кішкенеден алтыр ұрпағымен таралады. Бұл күнде жеті атадан асып кеткен, құда мен құдағы да бола алады.